Сәлем достар, бұл CSS курсының 3-ші сабағы. Бүгінгі біз сабақта шрифттер туралы үйренеміз және шрифттердің өлшемдерін өзгертіп, оны курсив қылып, қалың қылып, асты сызылған, үсті, ортасы сызылған қылып өзгертеміз. Жалпы CSS пен шрифттерге қандай манипуляция жасауға болатынын қараймыз. Ендеше бастайық. Мыналардың барлығын өшіріп тастайын. Сақтайын. Парақшаны жаңартсам таза қалпына қайтып келеді. Ешқандай да стиль жоқ, көріп тұрсыздар. Енді осылардың барлығын шрифттерін өзгертейік. Жалпы барлығына бірдей шрифт өзгерту үшін біз ең жоғарғы тұрған тегті қараймыз. Ең жоғарғы тұрған тег ол бізде body. Сондықтан да біз body'ге беретін болсақ, барлық мәтіннің шрифті өзгереді. Қазір мен body деп жазамын. Body. Font family деген бар. Шрифт жанұясы тырнақша. Тырнақшаның ішіне шрифті жазып кетем. Arial. Сақтаймын. Парақшаны жаңартсақ, міне бізде шрифт өзгерді. Қазір осы тұрғанда Arial шрифті тұр. Жалпы шрифттерді де басқа сайттардан қосуға болады. Мысалға бізде атақты қолданылатын сайт бар, ол Google-дың шрифттері. Ол үшін Google Fonts деп кіреміз. Мына жерде кириллица бар, бірден соларды қарайық. Маған мына шрифт ұнап тұр. Жалпы шрифттердің екі қосу әдісі бар. Оның бірі осы Google сайт арқылы қосамыз. Мысалға біз керектерін осы жерден таңдап шығамыз. Содан кейін бізде embed деген бар. Соны бассақ, бізде Google-ның CSS файлына бізге осындай код береді. Осыны алып көшіріп аламыз. Height-тің ішіне саламыз. Міне мен салдым, сақтадым. Одан кейін біз осы шрифттің атын жазамыз. Font family. Көшіріп алдым. Мына Font family Arial-дың орнына қоямын. Міне сақтадым. Парақшамызды жаңартамын. Міне біздің шрифтіміз өзгерді. Жаңа Google-дан әкеліп қосқан шрифтіміз көрініп тұр. Тағы да сол сияқты басқа да шрифттерді қосуға болады. Жалғыз Google-ден емес, басқа сайттардан да алуға болады. Егер де сіздің шрифтіңіз Google-де болмасын десеңіз, өз серверіңізде болу үшін онда оны жүктеп алуыңызға болады download арқылы. Архивті шыртқа қарай шығардым. Ішінде міне бірнеше шрифттер тұр. Енді мен осыларды қалай қосу алатынын көрсетіп жіберейін. Ол үшін алдындағы біз сайт деген папка жасағанымызға соған папка ашайық. Fonts деген шрифттер деген сөз. Одан кейін мына жүктеген шрифттеріміз барлығын сол жаққа салайық. Одан кейін жасап тұрған білуіміз үшін мына Google-дың қосқан тегімізді өшіріп тастайық. Сақтадым. Style CSS-ке кірген соң біз font face дегенді жазамыз. Фигуралық жақша. Ішіне font family деп атын жазамыз. Бұл жерде біз кез келген атты жаза аламыз. Мысалы Google Font деп жазып кетейін. Одан кейін шрифттің орналасқанын көрсетеміз. Ол үшін src қосынүкте URL жақшаның ішінде тырнақша салып Fonts деген бірінші папкамызда жазамыз. Одан кейін біздің папканың ішінде тұр. Қазір мен тек біреуін ғана қосып кетейін. Regular деген. Атын көшіріп алдым. Мына жерге қойдым, сақтадым. Одан кейін біз body'ге жаңа қосқан шрифтімізді апарып жазамыз. Font family'ге. Әйтпесе басқа шрифт орындалып кетуі мүмкін. Сақтаймыз. Парақшаны жаңарттым. Міне бізде сол күйінде тұр. Жалпы шрифт қосу осылай жұмыс істейді. Байқап қарасаңыздар, бұл жерде бірнеше шрифттер болды. Мысалы мен тағы қалың түрін қосып кетейін. Bold деген. Ол үшін бұл жерге font weight дегенді жазамыз. Normal. Бұл кәдімгі түрі деген сөз. Одан кейін біз қалың жазуын қосамыз енді. Font face, font family. Манағыдай Google Font дей берейік. Манағыдай айтып кеткенде кез келген ат қоюға болады. Шрифттің атын жазған негізінде дұрыс. Бұның орнына бірден осылай. Тек мен сіздерге кез келген ат қоюға болатын деп мысал ретінде көрсеттім. Жұмыс жасай береді деп. src URL Fonts деген папкамызға барамыз қайттан. Ішінде bold деген бар бізде. Ал енді тек қалың деп көрсетеміз қосып жатқан шрифтіміздің bold. Біз екі фонт қосып тұрмыз. Font face арқылы қосады. Осылай бірінші собачка таңбасын салады. Одан кейін font face деп жазамыз. Ішінде font family шрифттің атын жазамыз. Қандай шрифт қосып жатырмыз. Одан кейін орналасқан жерін көрсетеміз. Source src URL адреспен бізде бірінші папка тұр. Fonts деген. Содан кейін шрифтіміз тұр. Одан кейін қалыңдығын көрсетеміз. Қандай қалыңдықта қосып жатырмыз. Font weight normal. Одан кейін біз қалың түрін қосып жатырмыз. Дәл манағыдай қалады. Тек бізде файлымыз өзгерді. Осы жолы boldты қосып жатырмыз. Және де қалыңдығы оны қалың деп жазып қойдық bold деп. Енді бұны жұмыс істеп тұрған көруіміз үшін мен мысалға бұл бірінші абзац дегенде бұл деген жазуды қалыңмен жазайын. Сақтадым. Парақшаны жаңарттық.
Бұл дегенде міне қалың жазумен жазылып тұр. Қалғандары бізде жіңішке жазылып тұр. Тақырыптарымызда қалың шрифт қосылып тұр, браузер оны қолданып тұр. Енді шрифт өлшемдерін қалай өзгертуге болады? Мысалға біз абзац деген сөздің өлшемін үлкен қылып жазайық. Ол үшін біз оған спан берейік, екі жағына тек. Оны белгілеп алу үшін міне абзац спан сақтадым. Енді міне style CSS-ке мен спан деп жазамын. Font size деген арнайы мағына бар. 28 пиксель дейік. 28 дедім, одан пиксель өлшеммен бердім. Бірнеше өлшем түрлері бар. Пиксель, pt деген бар, em деген бар. Бұлардың барлығы жұмыс істей береді. Қазір біз бірінші пиксельмен жұмыс істей берейік. Сақтадым, парақшаны жаңарттым. Бұл бірінші деп тұрды. Кішкентай болып жазылыммен жазылып тұр. Абзац деген үлкен жазылыммен жазылып кетті, үлкейіп кетті, көріп тұрғаныңыздай. Біз тағы да үлкейтсек, ол тағы да үлкейе береді. 60 деп қойайық. Сақтадым. Парақшаны жаңартсам, абзац деген ең үлкен жазу болып тұр қазір осы парақшада. Ал енді мына абзацты кішкентай жазумен жазып қояйық керісінше. Ол үшін оны да мен қазір спанмен белгілейін. Енді екі спан шатаспау үшін мен арнайы класс беріп кетейін мынаған. Big дейін бұған, үлкен. Ал мынаған мен кішкентай дейін, small. Мына спанның орнына мен қазір нүкте big деп жазам. Бұл класс беріп жатырмыз. Өткен сабақта біз көрсеттім, нүктемен біз классты жазамыз. Big. Одан кейін small деп екінші классты жазып кетейін. Font size 10 пиксель дейік. Сақтадым. Парақшаны жаңарттым. Міне екінші абзац деген жазуымыз кішірейіп кетті. Бұл жерде тұр. Жалпы font size осылай жұмыс істейді. Енді қалай курсив әрі қалың қылып жазу болатынын көрсетейін. Ол үшін біз абзац деген жазғанымызды өзгертейік курсивке. Font style деген мағына бар. Italic. Сақтадым. Парақшаны жаңартсам, абзац деген жазуымыз бізде курсив күйінде тұр. Енді бұны қалың жазумен жазу үшін мана айтып кеттім, міне font weight деген бар. Соны қолданамыз. Font weight bold дейміз. Қалың деген сөз. Сақтадым. Парақшаны жаңартсам, міне қалың жазумен өзгеріп кетті. Ал керісінше жіңішке қылу үшін онда lighter деген бар. Біз қазір бұл шрифтті қосқан жоқпыз, жіңішке түрін. Сондықтан да браузер оны өзінше жіңішкелетуге тырысады. Қазір көрейік не шыққанын. Парақшаны жаңарттым. Қатты жіңішкерген ештеңесі жоқ. Өйткені браузер білмейді қалай жіңішке қылу болатынын. Сондықтан да ол қатты өзгерген жоқ. Ол үшін біз қазір font face пен тағы қоссақ жіңішке түрін, онда ол жіңішке күйінде болады. Lighter дейік. Сақтадым. Парақшаны жаңарттым. Ешқандай да өзгеріс болған жоқ. Неге? Өйткені осындай браузерлердің бір қызық жерлері бар. Ол үшін lighter емес, санмен жазсақ, егер жалпы font weight-ті санмен де беруге болады. 100-ден бастап 900-ге дейін 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 деп. Егер де мен қазір 300 берсем, онда ол lighter болып саналады, кішкентай жіңішке болып. Сақтадым. Парақшаны жаңартсақ, міне біз жіңішкерген шрифтіміз қосылды. Осылай жұмыс істейді. Енді жалпы сызықшаларды қарап кетейін. Мысалы, кез келген мәтін осы жерде болу керек деген сөзге біз келген деген қазір екі рет болып кеткен екен. Алып тастайын біреуін. Осыны астын сызылған қылып қояйық. Класс бердім. Underline деген класс берейік. Асты сызылған деген болсын. Сақтадым. Тағы бір класс жазайық осы жерге. Underline. Енді мағына бар text decoration деген. Осыған біз underline деп жазсақ, қазір асты сызылған болады. Сақтадым. Парақшаны жаңартсақ, міне кез келген мәтін осы жерде болу керек деген кезде бізде асты сызылып тұр. Енді үсті сызылған болу үшін осы жерге мен тек overline деп жаза саламын. Сақтадым. Парақшаны жаңартсақ, міне үсті сызылып тұр бұның. Ал ортасынан сызылған болу үшін, line throughout деген бар. Сақтадым. Парақшаны жаңартсақ, міне ортасынан сызылып кетті. Жалпы шрифттер мен манипуляциялардың барлығы осылай жұмыс істейді. Осыменен сабағымды аяқтадым. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар.